Армысыздар, құрметті жерлестерім, қалдарыңыз қалай, аман есесіздер ме? Сіздермен бірге Алмас. Бүгін сіздерге қазақша артрейд не екенін айтып кетейін қысқаша. Артрейд деген бұл ортопедиялық аппликаторлар. Дененің барлық жеріне, кез келген жеріне аппликаторларды келтіруге болады. Медициналық микросфералардан жасалған. Бұл микросфералардың өздері табиғи өнімдерден жасалған. Полевой шпат дейді. Полевой шпат пен кварцтан жасалған. Ақ полевой шпат и кварц. Осылардан осы екі заттан микросфералар құйылған. Натрий буросиликатный микросфералар жасаған. Ортасы қуыс микрошариктер бұлар. Осы микросфералардың емдік қасиеттері өте үлкен, өте мықты. Бұл микросфералармен негізі мына буын ауруларын емдегенге, бұлшықет ауруларын емдегенге негізделген мына микросфералар жасалынған негізі. Сонымен қатар мына қан ауру, лимфа жүйесінің ауруын, барлық ішіміздегі сұйық электролиттердің бұзушылықтарын тоже қалпына келтіреді, түзетеді. Артрейдтің емдік қасиеті мына теріс зарядталынған иондар береді екен, контактіде болған кезде адаммен аппликаторлар теріс зарядталынған ион береді денеге. А бұл иондар біздің биологиялық мембранадан өтеді, терімізден тканьдардан өтеді, қанға барады. Қанға сіңеді, қанда қызыл қан түйіршіктер бар ғой, эритроциттар. Сол эритроциттарға заряд береді. Егер де эритроциттардың зарядты болмай қалса, онда қан қоюланып болады, қан жабысып жатады. Қан уже зат алмасу, қан айналымы баяулап болады. Қан айналымы баяулағаннан кейін капиллярлы микроциркуляцияда тоже бұзушылықтар болады. Капиллярлы микроциркуляция болмағаннан кейін мүшелердің ішінде, клеткалардың ішінде жеткілікті мөлшерде оттегімен қоректі заттар жасушалардың ішіне бармайды, жеткілікті мөлшерде. Және сол жасушалардың ішінен көмірқышқыл газбен жасушалардан қалған тамақтың қалдықтары шықпай қалады. Зат алмасу процесі бұзылады. Содан кейін осылай жиналғаннан кейін, зашлаковка болғаннан кейін көптеген аурулар туа бастайды. Осының барлығы қан айналымының, қан жылдамдығы бұзылушылығы болып тұр. Содан болып тұр. Аурудың көбі зат алмасу процесі бұзылған кезде басталады. Осы зат алмасу процесіне ең бірінші сол қан айналымының жылдамдығы төмендеп қалады ғой, баяулап қалған кезде болады зат алмасу бұзушылықтары. Бұның барлығы қызыл қан түйіршіктердің, эритроциттардың зарядтары болмай қалған кезде осылай болады. Олардың зарядтары болмай қалады, содан плюс болып қалады. Мысалы, кейбір эритроциттер зарядтары жоқ, оларда зарядтары плюс болып тұрады. Зарядтары жоқтарында. Ал кейбіреуінде зарядтар барында олар минус болып тұрады.
бірақ плюс пен минус кездескен кезде оларда физика заңы бойынша бір-біріне тартылады, жабысады. Вот солай монетный столбиктер болып жиналып қалады ғой. Былай микроскоппен қарағанда қанды. Вот сол как раз монетный столбик болып жиналып қалған кезде мына эритроциттар қан құйылып қалды деген сөз. Вот как раз мына эритроциттардың энергиясы жоқ деген сөз. И вот мына теріс зарядталған иондар осы жаңағы эритроциттарға өзінің иондарын береді, содан кейін мына қан айналым жылдамдығын жоғарылатады. Вот қан айналым жылдамдығы жоғарылайды. Одан кейін мына зат артерия венозный айналым жақсарғаннан кейін ана капиллярлы микроциркуляциялардың ішінде қан айналымы жақсы болады. Капиллярлардың микроциркуляциясы қалпына келген кезде мына жасушалардың ішіне жеткілікті мөлшерде оттегі мен қоректі заттар келе бастайды. Жасушаның ішінен көмірқышқыл газ бен мына тамақтың қалдықтары клеткадан шыққан, солар шыға бастайды. Вот зат алмасу процесі бұзылған, зат алмасу процесі қалпына келе бастайды. Көптеген мына ауырып тұрған жер болсын, ісіп тұрған жерлер болсын, соның барлығы жоғалады, басқа ауруларда жоғалады. Мына зат алмасу процесін қалпына келтірген кезде сол осы микросфералар зат алмасу процесін қалпына келтіреді. Одан кейін еще жаңағы тер арқылы барлық кіші дәрет арқылы, үлкен дәрет арқылы мына токсиндерді шығарады ағзадан. Не айтайын деп едім тағы да, сол негізі микросфералардың емдік қасиеттері өте үлкен. Қандай ауруыңыз болмаса да, барлығын осы жаңағы теріс зарядталған иондарын береді, қалпына келтіреді. Зат алмасуды қалпына келтіргеннен кейін барлығы қалпына келеді. Қандай ауру болмасын. Мына дүниеде 1,5 мың ауру бар екен қазіргі кезде. 1,5 мың ауру. Вот сол 1,5 мың аурудың 90% зат алмасу процесі бұзушылығына байланысты екен. Зат алмасу процесі бұзушылығы мына біздің қан, лимфа, тканевая жидкость дейді. Осылардың барлығы токсиндерге, шлактарға толып кеткеннен кейін мына жаңағы зат алмасу процесі бұзылады. Ішінде электролиттердің теріс зарядтар аз болғаннан кейін осылай болады. Ал біз теріс зарядтарды негізі тамақтардан аламыз. Табиғи тамақтардан аламыз. Бірақ өкінішке орай бізде табиғи тамақтардың сапасында қазір шырылып кетті. Оның үстіне еще тамақты пісірамыз, қуырамыз. Оның үстіне еще ауадан да аламыз. Теріс зарядтарды, иондарды. Ал бірақ қазіргі кезде қалада интернет, электричество, Wi-Fi, осының барлығы, экологиядан нашар, осының барлығы ауадағы теріс зарядталған иондарды азайтып жүрді қазір. Плюсовой зарядтар көп. Ал бұрын білесіздер ме, Никола Тесла, естіген шығарсыздар, Никола Тесла бұрын ауадан тоқты жинап, қолданған. Сол сияқты ионизированный, бұрын ауа көп ионизированный иондалынған ауа көп болған, теріс зарядталынған мен.
Вот қазір өкінішке орай соның барлығы жоқ. Айтпақшы теріс зарядталған иондар айтпақшы мына жаңа піскен жеміс жидектерде, көкөністерде болады. Одан кейін біз шикі жеміс жидектерді жеген кезде олар ішімізде олар мына брожение процесінен өтіп жатқан кезде симбиотикалық бактериялар оларды қорытады да, содан кейін осы процессе брожения, процессе переваривания преобразуются вот эти отрицательно заряженные ионы. Вот, бактерии преобразуют их. Вот одан кейін вот солай тоже пайда болады. Вот содан кейін солар тоже ары қаратай біздің сол осы жаңағы теріс зарядталған электрондарды қанға береді, қан ары қаратай жүргізеді. Қызыл қан түйіршіктеріміз теріс зарядтарды алғаннан кейін олар ары қаратай оттегіні жеткізеді, қоректі заттарды жеткізеді дегендей жасушаға. Барлық зат алмасу, адамның ағзасындағы барлық зат алмасу процесіне қатыса бастайды. Дұрыс. Вот. Өкінішке орай қазіргі аурудың барлығы осы мына теріс зарядтарының иондардың дефициттеріне байланысты болып жатыр. Вот, сондықтан құрметті жерлестерім, мына мен қазір осы мына нені сатып жатырмын. Ортопедиялық өнімдерін сатып жатырмын, медициналық микросфералардан салынған. Вот теріс зарядтар береді бұл емдік киімдер. Айтпақшы, бұл микросфералар қазірде кезінде де 70-ші жылдардан бастап, оказывается, кезінде Совет өкіметінде осыны қолданған екен. Вот, космический медицинасында космонавттардың скафандрларында қолданған, қазір де қолданады. Одан кейін қазір Россияда перинатальный центрларда қолданады, үлкен күйік орталықтарда қолданады, вот, больницаларда қолданып жатыр қазір тоже. Вот. Негізі былайша айтқанда үлкен емдік пен алдын алу қасиеттер бар бұл мына ортопедиялық өнімдердің. Кез келген ауырған жерге қойсаңыз, соны тағып жүрсеңіз, біраздан соң емес, тез жеңілдік аласыз. Дұрыс қолдансаңыз, тез жеңілдік аласыз, тез ауруыңыз қайтып кетеді, ісіккеніңіз қайтып кетеді, ісуі қайтады, жеңілдейді дегендей. Мына ауырған жерде барлық зат алмасу процестерін тездетіп жүреді микросфералар. Сол, құрметті жерлестер, айтайын дегенім, мына мен қазір орысша контентті жасап жатырмын. Орысша контентті болғаннан кейін қазақшада бітіріп жасаймын. Қазір мына сайтқа байланысты контент керек сайтқа. Сол сайтқа байланысты контенттің барлығын орысша жасап жатырмыз. Болғаннан кейін қазақша шығарамыз ғой. Сондықтан жерлестерім, ревматоидный артрит болса, артроз болса, бас ауруыңыз болса, көз ауруыңыз болса, рак болса, опухоль болса, қай жеріңіз болсын, басқа аяғыңыз ауырса, тізеңіз ауырса, ішектеріңіз ауырса, үстіңіз ауырса, барлық жерге осы медициналық микросфералардан жасалған өнімдерді қолдануға болады, қолдану керек. Сондықтан осыны зерттеңіздер, алыңыздар, өздеріңіздің денсаулықтарыңызға инвестиция жасаңыздар. Сіздерден түскен табыстың бір бөлігі қалай айтсам екен, мүмкін сіздерге былай
высокопарно будет звучать. Ну, жаңа Қазақстанның құрылысына жұмсалынады дегендей. Бұл ешқандай шын емес, ешқандай өтірік емес, шын бұл. Жаңа Қазақстанды қалай ойлайсыздар, кім жасау керек? Қызметшілер ме, әлде билік жасау керек пе? Жоғарыдағы отырғандар, әдемі кабинеттегі отырғандар, олардың барлығы халықтан уақытша билікке сеніп хат алған адамдар. Ал нағыз биліктің жалғыз көзі болып табылатын ол тек қана халық. Егер де біз осылай тағы да жаңа Қазақстанның құрылысын тосатын болсақ, өзіміз ешқандай әрекет жасамай, біз ешқашан дамымаймыз. Ешқашан халқымыз білім болмайды, ғылым болмайды, саналы өмір сүрмейді, әдемі өмір сүрмейді, бай болмайды, күшті болмаймыз. Түсінесіздер ме? Сондықтан осының барлығын болдыру үшін бізге халықтық экономикалық инфрақұрылым жасау керек. Халықтың мүддесіне жұмыс істейтін инфраструктура жасау керек, экономикалық. Сонда ғана біздің мына қоғамдық дамуымыз, қоғамдық прогрессіміз барлығы мына болады, барлығы экономикаға байланысты болып тұр ғой. Ал қазіргі біздің еліміздегі экономика, ол біздің экономика емес ол. Ол біріншіден жеке меншіктерге негізделген экономика, яғни ол жеке меншіктің мүддесіне ғана жұмыс істеп тұрған нәрсе ол. Ол халықтың мүддесіне ешқандай жұмыс істеп тұрған жоқ ол. Екіншіден, мына біздің экономика, еліміздің ішіндегі, бұл жаһандық экономиканың бір бөлігі. Сондықтан бұл мына жаһандық экономиканың мүддесін бірінші қойылады. Қай уақытта болмасын. Барлығы, егер де бұрынғыдай жүре беретін болсаңыздар, бұның барлығы фантазия болады. Фантазия, қиял, надежда, қалай үміт болады. Сондықтан үміттенбейік. Үміт ол тірі жүрген кезде ұйқы, тірі жүрген, это сон наяву дейді Аристотель. Ол сон наявуда жүрмейік. Сол халқым менің айтайын деген осы, нені артрайтты алыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, денсаулықтан болсын, сұрақтарыңыз болса, басқа жерлеріңіз ауырса қойыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар, жауап бере беремін. Звондаңыздар, WhatsApp-қа жазбаңыздар, бірақ WhatsApp-қа жазсаңдар, уақыт жоқ жауап бергенге, звондасаңдар, сразу жауап бере саламын. Содан кейін сол бір нәрсені түсініп алыңыздар. Жаңа Қазақстанда тек қана халық жасайды. Бұл өмірде саналы өмір сүрейік. Бұл өмірге біз қатын бала шағаны бағып, тамақ ішіп, жеп ішіп, өз қамымызды ғана ойлау үшін келген жоқпыз. Сол біз бай болуға, білімді болуға, күшті болуға біздің халық әбден лайықты. Бірақ өкінішке орай мына қоғамдық экономика туралы дұрыс жолды өкінішке орай ешкім айтпайды. Енді ешкім айтпаса, мен қалай айтсам екен,
ешкім айтпаса да бұл негізі ең маңызды нәрсе. Ешкім айтпаса да енді мен еріксіз осыны айтамын. Сондықтан ешқандай партия сіздерге қажет жоқ. Партия басқа мұндай. Партия немене? Біздің өздеріңіз ойлаңыздаршы. Ол партия ол біреудің экономикалық мүдделерін қанағаттандыру үшін құрал. Партия экономиканың өнімдерін жасамайды ғой. Біздің барлығымызға экономиканың өнімдері қажет. Тамақ, киім, үй, машина, сол сияқты тағы да басқа. Соның барлығы экономиканың өнімдері. Оның барлығын біз өзіміз жасамасақ, кешке шейін басқа шеттен ала беретін болса, біз дамымаймыз. Тек қана жекеменшік дамиды, ал қоғам дамымайды одан. Қоғам жағдайы жылдан жылға төмендейді. Жылдан жылға жағдайы төмендейді. Одан кейін ол қоғам жекеменшікке жұмыс істегеннен кейін жылда миллионерлер мен миллиардерлерді өз қолдарымызбен өзіміз жасап тудырып отырамыз. Сондықтан ойланатын уақыт келді. Саналы өмір сүруге. Қазір осыны істеу керек. Айтпақшы, ең сорақысы қазір бар ғой, білесіздер ме? Статистика бойынша Астана қаласында мына туып жатқан әйелдердің, туып жатқан балалардың 40% ауру балалар екен. Сұмдық қой ол. 40% балалар туып жатқан қазіргі кезде аурулар. ДЦП дейме, аутизм дейме, тағы да неме, даун дейме, құдай сақтасын, неше түрлі. Бұл деген сөз қолмен жасалынып жатқан нәрсе бұл. Бұл деген сөз біздің ұрпақтарымыз, болашақ ұрпағымызға пышақ салып жатыр деген сөз. Ертең өздеріңіз ойлаңдаршы, қалай бұндай ұрпақ ертең елімізді, жерімізді ұстап қалады. Ата-бабамыз бұл кешіріңіздер, кішкене қобалжып тұрмын. Ата-бабамыз бұл жерде бізге қалдырып кетті. Ал біз қазір осылай отыра беретін болсақ, біз ешқандай әрекет жасамасақ, ертең мына жерімізден айырылып қалғанға әбден мүмкінбіз. Бір 50-100 жылдан кейін осылай болатын болса, бір 50-100 жылдан кейін Қазақстан деген уже мемлекет болмайды. Қазақ елі деген мемлекет болмайды. Кешіріңіздер. Соны ойласам, алаңдаймын. Сондықтан мына артрайт өнімдерін зерттеңіздер. Менің Алмас Түкенбайұлы деген YouTube каналыма тіркеліңіздер. Артрайт өнімдерін алыңыздар денсаулықтарыңызға. Осы сауданың табысынан түсіп жатқан бір бөлігі игілік істерге жасалынға жұмсалады. Игілік істерді істегенге жасалынға жұмсаймыз. Қоғамдық инфрақұрылымның құрылысын жасауымыз керекпіз. Қоғамды біріктіретін бәрін жасаймыз. Қоғамды біріктірмесек, бәріміз бір атаның, қазақ деген атаның боласыз деген сөз бос қалады.
бос болып қалады. Бәріміз бір атаның баласы болсақ, бір отбасының баласы болуымыз керекпіз. Бір отбасының баласы болдыру үшін бізде қоғамдық нысана орындар керек. Сол қоғамдық нысана орындарын қоғамдық шаруашылықтар болу керек. Осы істердің барлығын бастауымыз керекпіз. Жата беру болмайды енді. Мен осыны бұрынғы 19 жылдан бері осыны асықпай бір іске асырамын ба деп едім. Бірақ мына балалар туралы статистиканы естіген кезде шыдай алмай жүрмін. Ертең барлық ұрпағымызды, болашақ ұрпағымызды өз қолымызбен біз де кінәлі боламыз. Осының болуына. Сондықтан бағана айтып кеттім ғой, бұл мына 40% бұл өте үлкен көрсеткіш. Бұның барлығы қолмен істеп отырған нәрсе, кім істеп отырғанын сіздерге айтпай қояйын. Бұл қазір маған қауіпсіз емес. Ол айтсам да все равно түсінесіздер ме? Айтқанмен де бәрібір сіздерге одан жеңіл болмайды. Шындықты айтқанмен ешкімге жеңіл болмайды. Бір нәрсені түсінуің керексіздер. Кез келген экосистемада орын бос тұрса, сол қасиетті орын бос болмайды дейді ғой. Біз айналыспасақ, біз істемесек, біздің орнымызға басқа біреулер келеді. Бұл кез келген салада солай. Тем более экосистемаларда. Сондықтан қазір экономикалық мүдделерін қанағаттандыру үшін өздерінің неше түрлі компаниялар бар, транснациональный компаниялар бар шетелдің. Солар мүдделерін қанағаттандыру үшін көптеген біздің елімізге мына заң арқылы көп нәрселерді ендіріп жатыр, кіргізіп жатыр, ендіріп жатыр дегенде. Сондықтан енді қалай айтсаң екен, ойланатын уақыт келді, жаным мен қазағым. Саналы өмір сүру керек. Арғатай бұлай өмір сүріп жүре берген болмайды. Болашағымыз не болады, соны ойлауымыз керекпіз. Ал барлығымыз біріксек, бір қоғамдық нысана орнына, қарапайым экономикалық шаруалардан бастасақ, біздің міндетті түрде әл-ауқатымыз жақсарады. Денсаулық сақтауымыздың сапасы жақсы болады. Білімнің сапасы жақсы болады. Тамақтың сапасы жақсы болады. Соның барлығына біз өзіміз ие болуымыз керекпіз. Түсінесіздер ме? Біз өзіміз істемесек, өзіміз ие болмасақ, әрине осының барлығы болады. Бір жағынан ешкімді кінәлап қажет жоқ. Бұл жаңағы кез келген экосистеманың заңдылықтары ол. Қазақтың мақалда айтып тұр ғой, қасиетті орын бос болмайды дейді. Сондықтан бұл енді өмір солай болады енді. Сондықтан біз білімді, ғылымды болу үшін біздің қоғам, бай болу үшін, күшті болу үшін біздің халқымыз, еліміз. Біз халық болып, биліктен жалғыз көз болып, осының барлығын өзіміз істеуіміз керекпіз. Жаным мен қазағым. Сол ал енді бүгінше осы мен шаруаларым бағыстан асып жатыр. Сол артретті пока көре беріңіздер. YouTube каналыма тіркеліп, Алмас Түгенбайұлы деген, TikTokқа да тіркеліп қойыңыздар, Instagramға да тіркеліп қойыңыздар. Одан кейін ұнап жатса артретті алыңыздар. Жаңағы айттым ғой, табыстың бір бөлігі жаңағы істерге кетеді.
осы ең сұмдық мына ұрпағымыздың мынандай болуын қойдыру керек. Ауру болып тудырғанын қоюымыз керекпіз, қойдыртуымыз керекпіз. Оны қойдыртатын жолдар бар. Бірақ бұны мен қазір сіздерге айтқым келмейді. Сол, кейін оны тоже бір асықпай айтамын. Сау болыңыздар, аман болайық, сау болайық. Кездескенше.